Сәлем баршаларыңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бифштекс дайындайтын боламыз. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады. Күнделікті бір тағамды дайындаудан жалыққан болсаңыз, ас мәзіріңізге осы тағамды да қоссаңыз болады. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға фаршымызды салып аламыз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосып жақсылап араластырамыз. Және де қолымызбен осындай домалақ формаға келтіріп аламыз. Мен 2 кісілік қылып азғантай істедім. Отбасымыз кішкентай болғандықтан, отбасыңыздың үлкен кішілігіне байланысты істесеңіздер болады. Енді етімізді осылай ұнға аунатып алып, 2 шетін қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Қысып тұрған майымызда. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 2 шетінде қызартып алғаннан кейін қызып тұрған табамызда пиязымызды қуырып алатын боламыз. Қып-қызыл етіп қуырып алып, енді томатымызды салып, жақсылап қуырамыз. Енді аздап су құямыз. Тұз, бұрыш, паприка қосып араластырамыз. Астын бәсеңдетіп қойып, қуырып алған етімізді бетіне теріп шығатын боламыз. Енді қақпағын жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Подливамыз дайын болғанша енді картошкамызды дайындайтын боламыз. Картошкамызды аршып аламыз. 2 картошка алдым, үлкен. Аршып алып, 4 бөлікке бөліп, суда қайнататын боламыз. Енді газға қойып, картошкамызды пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пісті, жұмсақ болып, енді сары майымызды салып, аздап тұз сеуіп, дәміне қарай жақсылап езетін боламыз. Видеодағыдай езіп аламыз, көріп тұрғандарыңыздай. Бұны да дайындап қоямыз. Енді сосискаларымызды қауырып алатын боламыз. Қысып тұрған майымызда 2 шетін қызартырып қуырып аламыз. Гречканы дайындағанымды видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Барлығы білетін шығар. Жақсылап жуып, су құямыз, бататындай етіп, көптеу су құйып, тұз салып, суда қайнататын боламыз бәсең отта. Енді дайын гречкамыз, көріп тұрғандарыңыздай. Енді картошкамызды да осындай формамен салып аламыз. Сосискамызды қойып, фаршымызды, котлетімізді яғни қойып аламыз онда. Жұмыртқада пісірген болатынмын, әдемі сәнді көріну үшін. Енді подливамызды гречкамыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты кетчуп, майонез құйып сәндесеңіздер де болады. Егер рецептерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептер шығаратын боламын. Менің арнамдан әртүрлі ыстық тағамдардың рецептерін таба аласыздар. Егер видеом пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет.